Жергілікті басқарудың тиімділігін арттыра аламыз ба? Тауар белгілері мен акцизге қатысты қандай жаңа өзгерістер бар? Депутаттық сауал, тұрғын үй коммуналдық мәселелері әлі де өзекті. Хабар 24 телеарнасының эфирінде Сенат сөзі бағдарламасы. Армысыздар, мен Рауан Мыңбай. Осы және өзге де тақырыптарға алдағы минуттарда тоқталамыз. Осы аптада Сенат жанындағы жергілікті өкілді органдармен, яғни мәслихаттармен өзара тиімді іс-қимыл жасау жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Онда биліктің аудандық, қалалық және ауылдық деңгейлердің дербестігі мен жауапкершілігін кеңейту мәселелері, жергілікті мемлекеттік басқаруды дамытудың негізгі тәсілдері сөз болды. Жалпы ауылдың экономикалық, демографиялық және мәдени әлеуеті зор. Соны тиімді пайдалану үшін ең алдымен ауылдық аумақтардағы жергілікті мемлекеттік басқарудың тиімді механизмін қалыптастыруға қажеттігі де айтылды. Сенат депутаттары үнемі аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттармен өзара тығыз байланыста болуы керек. Соның барысында жергілікті деңгейдегі өзекті мәселелер және қолданыстағы заңнаманың тиімділігі талқыланады. Нәтижесінде біз халықты толғандырған мәселелерді анықтап, оларды шешудің тиімді жолдарын қарастыратын боламыз. Жұмысымыздағы маңызды бағыттардың бірі халыққа мемлекет басшысының саясатын және қабылданған заңдардың мәні мен маңызын түсіндіру. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев өз сөзінде осы мәселе бойынша Сенат жанындағы кеңестің ұсыныстары ескеріліп, кей тұстары қайта қаралғанын айтты. Жоғары палата өкілдеріне жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқаруды дамытудың негізгі тәсілдерін енгізуге үлес қосқандары үшін алғыс білдірді. Біз қабылдайтын шаралар сондай-ақ мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың жергілікті органдарын одан әрі дамыту тәсілдері өнерлерді азаматтық қоғамның белсенді қатысуымен өз функцияларын іске асыру үшін барынша дербестікпен және жауапкершілікпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту мен нығайтуға халықтың жағдайы мен әл-ауқаты ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігі мен сенімділігі де артатын болады. Жергілікті билік пен өзін-өзі басқару органдарының тәуелсіздігі мен жауапкершілігін кеңейтуде маңызды рөл парламент сенаты жанындағы жергілікті өкілді органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңеске жүктелген. Осы заң жобасында кеңес ұсынған барлық ұсынысты ескердік. Сіздерге жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқаруды дамытуға қосқан үлестеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Еуразиялық экономикалық одақ нарығында тауар өндірушілердің құқықтарын қорғау деңгейі арта түседі. Сенат осыған қатысты заң жобасын қарады. Бұған дейін одақта тауар таңбалары мен атауын құқықтық тұрғыда қорғау жөніндегі өңірлік жүйе құру көзделген. Енді интеграциялық ұйымға мүше елдердің кез келген патент алу жөніндегі ведомстволарына арнайы өтінім беру жеткілікті. Аталған мекеме тауар таңбаларының құқықтық қорғалуына жауап береді. Бұл шарт Еуразиялық экономикалық одаққа мүше барлық мемлекеттердің аумағында жұмыс істейді. Атап айтсақ, Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан және Ресейде. Заңнамада нақты тауарды анықтауға мүмкіндік беретін тауарлық белгілігінің нақты анықтамасы берілген. Жаңа жүйе тауарлық белгілерді кеденде тіркеу процесін жылжамтады, контрафакциялық өнімдермен және параллель импортпен күресуге көмектеседі. Осы заңның мақсатында Еуразиялық нарыққа бағытталған отандық тауар өндірушілердің құқықтарын қорғау деңгейін арттыру, интеллектуалдық меншікке отандық өндірушінің құқықтарын бүкіл Еуразиялық экономикалық отандық аумағында бір құжат арқылы қорғау. Бұл жаңашылдықтардың барлығы отандық кәсіпкерлерді қолдауға зор септігін тигізеді. Жоғары палата депутаттары заң жобасын мұқият қарап және талқылап Сенаттың жалпы отырысында қабылдады. Осы тақырыптың жалғасы ретінде акциз туралы да айта кетсек. 2019 жылы Санкт-Петербургте Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің басшылары темекі акциздерін теңестіру жөнінде келісім жасаған болатын. Бұл 2024 жылға дейін орындалатын жоспар. Демек елде темекі өнімдерінің акцизі қымбаттайды деген сөз. Ал бұдан еліміз үшін қандай пайда?
Айталық 2019 жылы бюджетке темекі акциздерінен 198 миллиард теңге түскен болатын. Көрсеткіш 2024 жылы 310 миллиард теңгеге жетуі тиіс. Бұл ратификация жасап жатқан заңдарымыздың арқасында бүгін бүкіл мемлекеттердің акциздерін теңдестірген кезде, бірақ оның ішінде де әр мемлекеттің өзінің ұлттық қауіпсіздігіне байланысты жаңағы 20% өсіруге де мүмкіншілік бар, 20% көтеруге де мүмкіншілік бар. Сондықтан әр мемлекет өзінің жағдайына қарап осы шараны пайдалануға мүмкіншіліктері бар. Сосын тағы бір мәселе, келіскен кездерде 1000 сигаретқа 35 евро деп бағаны соны қойып, сол 35 евроға 5 мемлекет, одақтың ішіндегі мемлекет соған әкелу керек. Осының бәрі, мысалы, нендей мүмкіншілік береді? Әрбір 5 мемлекеттің ішіндегі шығарып жатқан темекінің өнімдерінің бағалары теңдестірген кезде бір мемлекеттен екінші мемлекетке апарып, сол жерден бір пайда көретін жаңағы көлеңкелі экономикаға мүмкіншілік жасауға жаңағы тыйым салынады. Осы мәселе бойынша жаңағы біз заңды бекітіп жатырмыз. Осы келісімнің нәтижесінде Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесіне экономикалық негіздеме болған жағдайда акциздердің индикативті мөлшерлемесін бекіту мен өзгертуге уәкілеттілік беріледі. Ұйымға мүше елдер өздері қолданатын акциздік мөлшерлеменің түрлерін дербес белгілей алады. Сонымен қатар акцизді үйлестіру 2024 жылдан бастап осы елдерде бірыңғай индикативті мөлшерлеме мен ауытқу диапазонында 5 жыл сайын қолдану механизмі арқылы жүзеге асырылады. Елдегі кәріздік тазарту жүйесінің болмауы немесе олардың ескіруі негізгі экологиялық проблемаға айналды. Осы аптада депутаттық сауалдардың бірі тап осы тақырыпқа арналды. Қазір қолданыстағы кәріздік тазарту жүйелерінің тиімділігі 60-65% құрайды. Яғни қалған ағынды сулар тоғандарға немесе су қоймаларына төгіліп қоршаған ортаға зиян келтіріп жатыр. Республиканың кей өңірлерінде тіпті кәріздік ғимараттар мүлдем салынбаған. Бекболат Серікбекұлы, осы мәселе жөнінде толығырақ тоқталып өтсеңіз. Қазақстан Республикасы парламенті 2020 жыл соңында арнайы экологиялық кодекс қабылданды. Сол кодекстің нәтижесінде біз біраз өзгеріс күтіп отырмыз. Бірақ оған қарамастан, бүгінгі таңда облыстық орталығында мысалы Тараз, Атырау, Ақтөбе, Қостанай қалаларында кәріздік имараттар салу мәселесі өте күрделі болып отыр. Себебі тұрмыстық, өндіріс қалдықтар кәріз жүйелермен келеді, арнайы тоғандарға барып түсіп, ары қарай ол жұмыстар толық шешімін таппай отыр. Сол себептен бұл мәселе өте күрделі болғаннан кейін халық ортасында біраз наразылық тудыруда. Себебі сүзу алаңынан ары қарай бұл судың бәрі қалдық судар тоғандарға, көлшіктерге пайда болып, ары қарай халықтың ортасында экология ахуалға өзін әсер тигізеді деп біз білеміз. Әрине, ең күрделі мәселе осының бәрі ең біріншіден экология жағдайға, екіншіден ауыл шаруашылық жағдайына, үшіншіден өзіміздің негізгі ауылдардың су қауіп мәселе салу үлкен күрделі болып отыр. Аталған мәселені шешу үшін қандай ұсыныстар жасадыңыздар? Осы мәселелерді шешу үшін негізгі өкімет тарапынан арнайы жол картасы бекітілген болатын. Бүгінгі таңда халықаралық ұжымдарынан арнайы өкіметтің кепілдігімен 53 қалаға техникалық экономикалық негіздеме дайындалып келе жатыр. Бірақ ең күрделі болып отқан бұның ішінде жаңа халқы көп шоғырлаған елді мекендердің ол біріншіден облыстағы маңызы бар қалалардың бүгінгі таңда жаңағы кәріздік тазарту имараттан салу проблемасы өте күрделі болып отыр. Осыған арнайы техникалық экономик негізінде дайындалуда біз ойлаймыз ең біріншіден бұл жалпы кезекті қайта қарап, осы өзіміздің жаңа айтып отқан облыс маңызы бар қалалар бұл мәселелер бірінші кезекке енгізу қажет деп біз есептейміз. Арнайы құрылыс монтаж жұмыстары өзін шешімі табады деп білеміз. Себебі бүгінгі таңда бұл жұмыспен айналысып отқан өзіміз инфрақұрылымдық индустрия министрлігі, себебі бұған арнайы халықаралық деңгейде бүгінгі таңда санитарлық нормалар өзгеруіне байланысты орталықтар жұмыстар осындай бүгінгі таңда шешім табуда. Сұхбатыңызға рахмет. Мәселе көп ұзамай шешімін табады деген үміттеміз. Бүгінгі айтарымыз осы. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.